Сәлеметсіздер ме балалар? 21-ші сабақта жақшасыз өрнектер және олардың мәнін тиімді тәсілмен есептеу тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Өрнектерді оқы дейді. А қосу 56. Енді бізге тапсырма осы өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады дейді. А қосу 56 әріпті өрнек. 100 алу 21. Бұл жерде санды өрнек болады. 100-ден 21-ді аламыз, 79 болады. Б алу 39. Бұл әріпті өрнек болады. 15 қосу 26 санды өрнек болады. 47 алу К әріпті өрнек болады. Яғни біз бұл жерде санды және әріпті өрнек деп бөлсек болады екен. Енді екінші тапсырма қарайық. Бағандағы қосындыларды салыстыр дейді. 7 қосу 9, 16 болады. 9 қосу 7, 16 болады. Яғни қараңдар, қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді екен, мына жерде. Енді 40 қосу 5, 45, 5 қосу 40, бұл жерде 45 болады. 83 қосу 7, 90, 7 қосу 83, ол да 90 болады. 56 қосу 38, 94 болады. 38 қосу 56, 94 болады. Яғни, әр бағандағы қосындылардың мәнін бірдей болып тұр, яғни қосылғыштардың орындары ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Үшінші тапсырмаға қарайық. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есепте дейді. 28 қосу 40 қосу 2. Бұл жерде ауыстырымдылық қасиетін қолданайық. Ол қалай? 28-ге 2-ні қоссақ 30 болады, оңайырақ болады сонда. 30-ға 40-ті қоссақ 70 болады. Енді 70-ке 15-ті оған 10-ды қосақ. Алдымен 70-ке 10-ды қосақ 80 болады, оған 15-ті қоссақ 95 болады. Қосудың ауыстырымдылық қасиеті дегеніміз, осы қосындыға оңай шығарылатын санды табамыз, қосылғышты табамыз, санды емес. 34 қосу 50 қосу 6. Бұл жерде бірінші 6-ны 34-ке қосамыз, 40 болады, 40-қа 50-ді қоссақ 90 болады. 20 қосу 64 қосу 10. Алдымен 10-ды қосамыз 20-ға. 30, 30-ға 64-ді қоссақ 94 болады. Төртінші тапсырмада бізге теңдеулерді шешу берілген екен. 28 алу x тең 13. Қалай табамыз? X-ті табу үшін 28-ден 13-ті аламыз. Сонда x-іміз 15-ке тең болады. Енді тексерейік. 28 алу 15. 8-ден 5 алсақ 3, 20-дан 10 алсақ 1. Яғни 13. Яғни 13 тең 13 дұрыс екен, 18 қосу x тең 45. Осы жерден x-ті табу үшін 45-тен 18-ді аламыз. Сонда x-іміз 27-ге тең болады. Енді тексерек. 18 қосу 27. 8-ге 7-ні қосамыз 15. Ал 10-ға 20-ны қоссақ 30, 30-ға 15 қоссақ 45. Яғни 45 тең 45 дұрыс екен. X алу 37 тең 35 алу тең 27. Осы жерден x-ті табу үшін 27-ге 35-ті қосамыз. Сонда x-іміз 62-ге тең болады. Енді тексерейік. X-тің орнына 62-ні қоямыз. 62 алу 35, 27 болады. Яғни 27 тең 27. Енді 5-ші есепке қарайық. Асқар 100 теңгеге сызғыш және 35 теңгеге қалам сатып алды. Сызғыш қаламға қарағанда қанша қымбат? Осы есепке келесі есеп құрастыр және оны шығар дейді. Енді алдымен осы есеп шығарайық. Егер де ол 100 теңгеге алса сызғышты, ал 35 теңгеге қалам сатып алды. Енді сызғыш қаламнан қанша теңгеге қымбат екенін білу үшін 100-ден 35-ті аламыз. 100-ден 35-ті алған кезде бірінші 35 дегеніміз 30 бен 5-тің қосындысы ғой. Енді 100-ден 30-ды алайық 70, 70-тен 5-ті алсақ 65. Яғни сызғыш қаламнан 65 теңгеге қымбат екен. Енді кері есеп құрастырайық. Сызғыш 100 теңге тұрады, қалам қанша теңге тұрады? Барлығына Асқар 135 теңге төледі деп. Сол кезде барлығына 135 теңге төлеген болса, оның 100 теңгесіне сызғыш алатын болса, 135-тен 100 аламыз. Сонда 35 теңге қалды. Яғни жауабы Асқар 35 теңгеге қалам сатып алды. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. Суретте диаграммаға қарап, неше оқушыға қандай ойын түрі ұнайтынын айтып бер дейді. Бізге диаграмма берілген екен, диаграммада оқушылардың саны 14 балаға дейін және ойынның түрлері берілген екен. Ойынның түрлерін біз мына жердегі түрлі түспен берілген ғой. Сол жанында жазылып тұр. Шахмат жасыл, яғни шахматқа 6 бала қатысады екен.
Рубик текшесі қызыл, оған 4 бала қатысады екен. Дойбыға 8 бала қатысады екен. Жұмбақ жасыруға 10 бала қатысады екен. Енді осы жерде диаграмма бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Шахмат пен дойбы үйірмесіне қанша бала қатысады десек болады. Шахматқа 6, ал дойбыға 8. 8-ді 6-ға қоссақ 14, екеуіне 14 бала қосылады деп сұрақ қойсақ болады. 7-ші тапсырмада қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып есепте дейді. 40 қосу 38 қосу 20. Алдымен 40-қа 20-ны қосамыз 60, 60-қа 38-ді қоссақ 98 болады. 35 қосу 20 қосу 15. Алдымен 35-ке 15-ті қосамыз. Сол кезде ол 50 болады. 50-ге 20-ны қоссақ 70 болады. 63 қосу 7 қосу 7. 30 қосу 7. 63-ке алдымен 7-ні қосамыз. 70, 70-ке 30-ті қоссақ 100 болады. 40 қосу 25 қосу 20. 40 алдымен 20-ны қосамыз 60, 60-қа 20-ті қоссақ 85 болады. 17 қосу 26 қосу 54. Бұл жерде алдымен 26-ға 54-ті қосайық. 80 болады, оған 17 қоссақ 97 болады. 48 қосу 15 қосу 32. Алдымен 48-ге 32-ні қосайық. 80 болады, 80-ге 15-ті қоссақ 95 болады. Енді 8-ші тапсырмада ребустарды шеш дейді. Қараңдар, 2 жасыл үшбұрыштан 80 шыққан екен. Яғни 2 жасыл үшбұрыштың біреуі 40-қа тең болады. Жасыл үшбұрыш 40. Астында жазылып тұр. Бір жасыл үшбұрыш 90-ға тең болып тұр. Яғни домалақ сары, дөңгелек сары қанша болады? 90-нан 40-ты алсақ 50. Дөңгелек сары 50 болады екен. 50-ге 40-ты қоссақ 90 шықты, дұрыс. Енді астында 50-ден 40-ты ал дейді. Яғни бұл жер 10 шығады. Енді тура сол сияқты. 2 қызыл текше 60 болып тұр. Яғни бір қызыл текшеміз 30-ға тең болып тұр. Енді 3 бұрышты жасыл 40 дедік. 40-қа 30 қоссақ 70. Бұл да дұрыс шықты. Енді 40-тан 30-ды алу керек екен. Қанша шығады? 10 шығады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.